О, тағы бір жаңа құрбан. Жаңа құрбан, бірақ сол баяғы схема дейсіз ғой. Бұл стандартты қаржылық пирамида. Схема түк қиын емес. Қатысу үшін алдын ала төлем жасайсыз. Сосын ақша салатын бірнеше адамды кіргізесіз. Әрі қарай не болатынын түсіндірші? Мұндай пирамиданың ішінде ештеңе өндірілмейді, ешқандай қызмет көрсетілмейді. Бар ақша айналымы бір кісінің ақшасын екіншісіне аудару ғана. Сосын Бізге сенген соң, бұдан да көбірек ақша жібересіңдер. Туыстарыңызды, достарыңызды, көршілеріңізді шақырасыздар. Бұл жүйе қалай керемет жұмыс істейтінін айтып, мақтайсыздар. Олар да бізге өз еркімен ақшасын береді. Ал жаңа адамдардың келуі тоқтаған сәтте, біз сіздердің ақшаларыңызды алып, жоғалып кетеміз. Сөйтіп, пирамида құлайды. Жаттап алыңдар, оңай ақша болмайды. Қаржылық пирамида деген өтірік әңгіме.